Ол жаңағыдай ғой, түсінікті басқаша орнатқаннан ғой, содан бұзылады ғой. Жаңағы айта кеткеніміздей, ешкіммен араласпай тұйық болып қалады. Соның үшін мен араласа беріңдер, ол не емес. Yani bizde мынандай кей кезде бірінші үйренген кезде ол бірден олай болмауы да мүмкін, секта болмауы мүмкін, бірақ не екен, адам өз солай деп ойлауы мүмкін. Ағайынымен араласпай қалатындар бар, сөйлеспей қалып, жаңа ол біраз уақытқа барады, ол қайтадан босайды. Өйткені ол өзінің табиғаты емес, басқа нәрсені ұстанып тұрады. Ал шариғат деген нәрсе нені үйретеді? Дін үйренген кезде Құдайға құлшылығымен қоса арлы намысты болуды, ұятты болуды, жаңағы бөтен кісі кім болып есептеледі, туысын кім болып есептеледі, осылардың кісі шарт қойғаннан кейін адам өзі кішкене тартына бастайды. Негізінде шариғат бойынша бөле деген бар ғой, бөлеміз бар ғой біздің. Бөле деген соншалық жақын адам болып есептелмейді негізі. Соның үшін оған не екен, оның алдында қыз баласы орамал тағып жүру керек болады. Бөлесінің алдында орамалын шешіп отыра алмайды. Тек қана кімде? Әке-шешесінің, өзінің туған бауырларының және бір анадан сүт емген болса, солардың алдында ғана рұқсат етеді. Сүт емгендер бір анадан, мысалға, мен бір бөтен бір қыз, бір анадан емдік дейік, мысалға, екеуміз үйлене алмаймыз, ол ешқашан неке жүрмейді. Өйткені неге? Бір ананы емгеніміз үшін сүт бауырлар болып есептелдік. Сондықтан ол қыз менің алдында орамалсыз жүре алады негізі. Неге? Өйткені маған неке жүрмейтін болғандығы үшін. Сондай бір шарттар бар. Ал жиен, нағашы, бөле дегендерді шариғатта үйленуге рұқсат берілген жерлер бар. Біз үйленбейміз енді қазақтан, бірақ шариғаттың рұқсат берген жері бар. Сонысы үшін де бұл не екен? Ана бір белгілі шектеулерде адамдар біраз тартынуы мүмкін. Бірақ мен айтарым, кез келген намаз оқып жүрсіз ба, дін үйреніп жатырсыз ба, араласа беріңіз. Ондай нәрсе болмайды. Ана бірден суырылып шығып кетті деген нәрсе болмайды. Бұл біздің түсінікте осылай. Түсінікті ме? Біздің түсінігіміз бойынша ағайын, жаңағы бөле, жиен, нағашы дегендер, құдағи деген бәрі жақын адамдарымыз болып кеткен. Бізге түсінігіміз бойынша. Өзбектер жанымызда, яғымызда түріктер. Олар ағайын туыс, жаңағыдай жиен, бөле, нағашылармен үйлене береді олар. Оларға мұсылман, өзіміздің түркілер барлығы. Оның түсінігіне былай айтады екен олар. Қызды ұзаққа, алысқа бөтен біреуге беруге болмайды. Қыз алдымызда болу керек. Біз өзіміздің қызымыздан жиенге берейік, нағашыға берейік, көз алдымызда болсын, деген нәрселер олардың түсінігінде ше. Қыз ұзаққа жіберуге болмайды деген. Біз жақынға беруге болмайды дейміз. Біздің түсінік ұзаққа кету керек. Жеті ата деген нәрсені қойып тастағанбыз.